Ілген осы балдар бақытты болсын, осылардың дендері сау болсын, осылардың қызығына тоймай жүре берейік құда. Деніңіз сау болсын. Қош келдіңдер дейді. Аман болыңдар сіздерде. Жұмыстарыңыз табысты болсын, дендеріңіз сау болсын. Маңғыстауға келіп тұрғанда құда рахмет, жаңа Қайрат Баян бізге айтып жатыр. Ертең жоқ жұмыс жасаймыз, бірімізді хабарласып тұрамыз деді. Рахмет ниеттеріңізге. Ең бастысы ден сау болсын. Жақсы күндерде кездесейік. Үйдегі осы құда. Енді ол неміз еді құдамен. Бір уақытта келе беріңіз. Есік ашық сіздерге. Бөшек, мә. Осында семьямыз. Бүкіл Эльмира, Арай, Айжанат, Арнат. Ондамыз. Енді қыздар жұмыста. Енді екі баламыз бар жаңағы. Осы шағын ғана қауымыз. Байлығымызды бағымыз да болса. Рахмет, сау болыңыз. Жаңағы бақытты балдар осымен қуанамыз. Дуаларымыз аман болсын. Сондай тілегім бар. Алсаң емес, сонда жалғастыр. Құдағай келін, құдашалар, құда балалар, қош келдіңіздер. Енді жаңа етке той болғаннан кейін семіз еткі той болғаннан жеңілдеп дайындадық. Біздің мынау Каспий теңізінің жағасына шығатын өнімдер, бақытты өнімдер. Сонан ауыз тиіңіздер. Деген осы келіп тұрыңыздар. Арайға айтып жатырмын, өйткені Арайға біздер деген Алинұрдың тойына шақырып, біздер курортта жүрміз Қостанайда, Сосновойда. Содан деген Сосновой бордан алдын демалыс күні, 6-шы демалыс күні шығып, Көкшетауға тойға барып, тойдан шығып алып, үлкен бұл әуел құдашаның күткейіне келіп, етті бет толтырып, емелетіп асып алып. Көкшетауда құдашаның үйіне бардық, құдағайдың сіңлісінің үйіне. Алмагүл, да? Алмажан. Соның үйіне бардық. Одан кейін мына ет салып алып, біз қалай салып аламыз онда? Содан шығып алып тойға бардық, сіздің үйде тойға бардық та. Алинұрды бір жас тойына бардық. Үлкен бұл тағы да ет алып кетті, мына ет салып алыңдар. Нәлін пакет берді да, ет салып алыңдар. Біз айтамыз, қалай саламыз? Біздер қазір курортқа барамыз. Десек, жоқ, салып алыңдар да, қойарда қойма пакетке толтырып салып берді. Содан біздер деген жаңа курортқа алып кеттік ол ет. Қостанайға барып, Сосновой барып, 2 күн болып, жаңа ет қалай емке салып қойдық. Одан Астанаға келдік. Астанаға Әбекең сояққа келді. Мана етті алып келдік, құдалардың дәмі деп. Әбекең де ауыз тиді Астанадан. Әбекең айтады, берекелі деген, тұнақ Көкшетау, Қостанай, Астана бәрін айналып жүр деген. Сөйтіп дәмдеріміз тапқанбыз. Өткенде келеді дегенде, онда шай ішіп дәм татып кетсін деп отырмыз. Берген дәмдерімізді біраз адамға жетті, тұнау Астанадан айналды деп айтып жүреміз. Аз болыпты. Алла тағаланың берген Әлинұр деген жігіттің соңынан ере берсін. Ұрпақтарың көп болсын, дендерің сау болсын. Бекбол құда баламыздың да жанұясы көбейе берсін. Қыздар келіп жатыр бәрі де. Мана Бекбол айтып жатыр, менің 2 інім келіп, бірінен соң бірі келіп. Отамыз көбейіп, басымыз бірігіп қуанып жатырмыз деген. Сол айтқандай бізде қуаныштымыз сіздердің бастарыңыздың біріккеніне, бір болғандарына. Құдамыз айтатын еді, сіздердің үйлеріңізде үнемі қонақта боламыз деп. Құда сіздің үйде ондай өткенде сондай қонақта болдық. Енді үнемі біздің үйдегідей сондай қонақтар сіздің үйде де болсын. Сіздің үйде сондай қонақ болып үнемі барайық, келейік ортада. Әңгіме деген жаңағы осылай ғой міне. Ықылас жаңағы естен кетпес деген. Сіздің үйдегі әңгіме, мына құдалардың бір тойындағы болған әңгімені неше жыл болып мен әлі айтып келе жатырмын. Ол енді ол еттің мысалға желікте қалдық қой мысалға. Ал сол ықыласымыз сол әлі жеткіземіз да. Оны Қостанайға барғанымыз, Астанаға барғанымыз. Одан Астанада менің 50 жасымызды тойлап, арнап өтіп қайтып келдік қой. Сосын сол жылы біздер құдалықпен араластық, Айжан мен Арайлымның. Ал міне үлкен шаруаларды сол кезде мына үйіміз бізде салып жатырмыз осы үйді. Өзіміз сол кезде квартира жалдап тұрып жатырмыз Ақтауда. Одан кейін барып мына Ақшуға келдік, сосын кейін барып мына жерде Армет деген ресторан бар. Сонда болды екі жақта бірден құдалық болды. Бұлармен жаңағы онлайн құдалық болды. Ең бірінші бастап кетті осылармен. Ал тек жақсылықтарда келіп тұрайық. Алыңыздар. Ал
рахмет сізге үйде бай береке ынтымақ деген осы адам екі адамның қолында сіздердің құдағай осы екеуінің бір біріне деген сіздердің көзқарастарыңыз өмірге деген жаңағыдай істеп жатқан жаңағыдай тірліктеріңіз бәрі аман рахмет. Амандыққа Құдай сақтасын. Еліміз кешіміз уақытында бәрімізге Алла бергенін берді. Соның бір қызықшылығын көріп, ертең арғы дүниеге барғанда рахаттанып, алғысымызды айтып жатармыз. Бұл бәрі өмірдің қасиеті. Сол үшін сіздерге бәріңізге үлкен рахмет. Жақсы нәрселеріңіз көп болсын. Бұл берекетпен сақтасын. Рахмет. Ең бастысы сол. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сайын Құдағай, үлкен рахмет дастарханыңызға. Өте керемет. Өзі де керемет екен. Сол шаңырақтарыңа бақыт береке тола берсін, ұрпақтарың көбейе берсін, үлкен тойлар бола берсін, тойларда кездесіп. Сол тату мәңгілік болып, бала шағалардың қуанышына тоймай жүрейік. Ой, сол. Рахмет. Айтқан келсін. Hoppa. Құдағай оңайлы жүрген енді. Жақсы. Отырға келіп, бойымды көрдім. Рахмет. Отырға келіп, мен тұрсам. Қой отырға келіп. Бүгін көптеген тілектер айтылды. Соның барлығы да жүзесіне жетсін. Әмин. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Бастарына болу керек осындай. Іс-қимыл денсаулықтың кілті дейді. Осы арамызда тек қана татулық болсын. Айжан бауырымыз Америкада жүріп, арайғы осындай екі ортақты есімені біріктіріп отыр. Танысып отырмыз, өте впечатление жақсы, өте жақсы. Айгүлде екінші рет келіп отыр, Маңғыстаудан. Айленұр бірінші рет келіп отыр. 2 күн жүріп, ары бері енді бүгін үшіншісінде впечатление жақсы болады деп ойлаймын. Жақсы болады ма? Сол осылай арамыз тек қана жолына берсін, балаларыңыз жоққа түсіп қайтадан достарымыз бар, сол осындай мерекелерде кездесе берейік. Әмин. Айтқан келсін. Айгүл Құдағай келін. Сіздердің семьясын бөлмейді. Рахмет, құрметтеп шақырып отырғаныңызға. Сізге көп-көп денсаулық, табыс тілеймін. Бәрі жақсы болсын. Астанаға келсеңіз, келіп тұрыңыз, звондаңыз. Рахмет сол үшін енді. Аман болыңдар. Айгүл, сендердің жанұяларыңа мынандай сыйлық сыйлайын деп тұрмын. Сен Маңғыстауға келіп жатырсыңдар, Қазақстанның ішінде Ақтауға келіпсіздер. Мынау біздің бекіре балығымыз, икрасменен, теңіздің жағасынан естелік, ракушкілер мінекей, мынау Каспий теңізі. Мынаны салынады бүйтіп. Салынады естелік болғанда. Маңғыстауға келіп, құдаларға келгенде осындай бекіренің ортасынан келдік деп айтасыңдар. Екінші рет келіп жатқан Алинұрдың бірінші келгенде естелік. Алинұрдың тойында болдық, Алинұрға естелік енді. Бекжан келіп жатыр, Құдағай келіп жатыр. Анаға айтып жатырмыз ғой, енді шүкір жақсы болды. Семьям келіп қапты қонаққа рахмет, көп-көп келгендеріңізге ризамын. Мамам келмеген болмады, тек жұмыста болды. Бәрін жиналып отырғанымыз күшті, керемет. Алжан екеуінің рахаттығы. Өте қуаныштымын келгендеріңізге, сіздерді қанша жылдан кейін кездесіп, көрісіп жатқаны өте қуаныштымын. Кеше шақырып, ет әкелдім деп көрсетті. Кеше единственный күніміз Бусикали избімізді кітап ұйықтайтын күніміз өттік.
мен айтамын ғой жоқ барайық Америка барақтармыз деп. Рахмет көп шақырып жатқаныңызға өте ризамын. Сізге мәз болып жасаған басында отырып әңгіме айтып таныстырып бүкіл немерелер бәрі жиналыпты деп айтып жатыр ғой, мәз болып жатыр. Рахмет. Осылай менің туысқандарым сыйлап шақырып жатқандарыңызға рахмет. әдемі дастархан жайып. Сенің өзіңнен жақыпсың ке. Ауылымызда тұрады дейсің. 1000 жылдық қолда. 100 жылдық. Бұлар 1000 жылдық. Иә. Ет жасап жатқаныңызға рахмет. Неше түрлі еттің, жылқының, түйенің барлығын, Қойдың еті. қойдың еті, құйқасын істеген, ішек, жылқының еті бар. Жылқының қасы, түйенің шұжығы. Өркеш майы, сүрленген сияқты дәмі деген жүректің майы сияқты рахмет. Өте керемет. Одан қалса балықты не істеп қойсыз. Мен Ақтауға келгеннен кейін, Ақтауға келгенде балықтың көкесі жаңағы осылай дәмін көрсеткен рахмет. Татып жатқандарыңызға өте ризамын. Әрдайым біріншілігіміз мол болсын. Кеше ата садақа бердік аталардың басына арнап. Суреттерді көрмеген шығарсыз, көрсетеміз, видео суреттерін бәрін жасап түсіріп алған. Жақсы өтті, ауызбіршілігіміз мол болды, үйдегілердің бәрі бір жүгірдік, бір жұмылды. Өте керемет өтті садақамыз. Иә. Ешбай мағыстар ауада қазарын шығарсады. Бәрін әдемі өтті. Марқа қозының еті керемет екен, кәдімгі. Әдемі жерінде, әдемі болып піскен екен ет деген. Етті әдемі пісті, бәрі жақсы болды. Рахмет. Иә. Главное, басымыз қосылды. Иә, Бекболдың ризалығы сол. Қуанып жүр кәдімгі деген. Мен ұялып жүретінім, неге бұлай болады деп. Енді болды ғой енді. Енді есік ашылды, енді бәріміз жерге келеді. Иә, сізге де рахмет айтамын ғой, үйді жайнатып салдыңыз, мен бір айып сөзін бастамай келген кілемдер бәрін жайған кезде дедім ғой, түнде көріп кеттім ғой қандай болған еді, бәрі келсе басқаша бәрі деп сағатта тұрып алып ешқайсысын ұйықтамай мен ырзамын өте. Әдемі біз барсақ, бәрі әдемі. Құданың ауласындағы жүзімдерді айтшы шадан. Құда ертең жүзімдер піскесін шақырыңыз бізді, өздеріңіз жеп алмай. Надо было привезти, да? Вы уже что-то не подумали. Мен алып келдіңіз ба, мама? Уже, алып келді, иә. Нема, уже жүзім жоқ па? Жүзімдер жоқ па уже? Сол бізде жүзім. Жақсы піспеген сондай болып тұр да? Ол деген сентябрьдің ішіне дейін піседі. Тек өздеріңіз жеп қоймай бізге де беріңіздер деп атаған ғой. Өткенде көріп қойдық себебі деген. Біздің мына жүзімдер жаңа көрсеттім ғой, тап сондай болып тұратын еді ғой. Надо было сорвать и привезти. Жақсы, сол тек жақсы күндерде көңіліміз жай, алып келуге де болады, дайындап қойып шақыруға да болады біздер. Мажан күнде кездесіп жолға берейік бір-бірімізбен. Тату-ташылығымыз мол болсын. Әмин. Сол үшін. Айтқандарың келсін, ауыздарың бір болсын. Мен сол Бекбол құданың жаңағы аузымыз бір болып, бәріміз басымыз қосылғанына қуандым дегенде, соны қуанып жүрміз, иә, солаған сол сөздің өзіне. Құда оның ар жағында қуанып жүр. Ағай мен Алжанға, Бекжанға, Айгүлге рахмет болсын. Басымыз қосып жатыр. Мамамыз енді мінезін білесіз кішкене. Сөзіміз өтпейді, тіліміз өтпейді. Басқа адам шақырмаған жақсы болып өзіміз ғой. Иә. Оңаша өзіміз отыр. Енді жақсы болды. Оңынан Ол деген. Құда мен құдағай біздерді деген, Бусика деген бір жасқа дүниеге келгенде біздерді деген Риксқа шақырды ғой. Риксқа барып, керемет болып тойладық қой теңіздің жағасында. Сізде екінші тілді рахмет. Өзімде екінші көріп отырмын. Рахмет большое. Кеше мынау сіз кеше жаңағы енемнің маманың затын көрсетіп отыр ғой, суреттерін көрсетіп отыр, көйлектеріне, киімдеріне қызықтыңыз ғой, мен таңда еріме бүгін барып таңдадық. Рахмет. Күшті, құтты олсын. Тройка үстіне барып қараймыз кейін. Рахмет. Сосын мынау әдемілікті затты кеше аксессуар қараған соң соны шығарып алдым, әдемі болып тұрсын. Рахмет. Құтты олсын. Орамал том болды. Кел екеуің сөзге түсірейін енді.